Саламатсыздар. Бүгін 2 күн Талдықорған жақта демалып, Чунжыда. Осы жерде бір қызық, сіздерге қызық болады дейтіндей бір кейіпкермен таныстым. Есімі Әлия. Ары қарай сөзді осы кісіге берейік. Сәлеметсіздер. Өзіңіз туралы қысқа айтсаңыз, және ары қарай жалғастырамыз. Менің атым Әбсеметова Әлия болады. Тілшімін, журналистпін. 9 баланың анасымын. Осы Алматы облысының тұрғынымын. Енді қызық енді басталады. 9 баланың анасымын дейді. Балдарыңыз туралы қысқа таныстырып өтсеңіз, ұлттары қандай? Балалардың ұлттары әртүрлі. Орыс та бар, неміс та бар, қазақ та бар ішінде, белорус та бар, татар да бар. Сол ұлттары балалардың. Өз қаныңыздан тараған қанша? 2. Демек сіз балаларды асырап алдыңыз да? Осы жағдай қалай болды? Яғни осы жағдайға қалай, целый процесс қалай болды? Соны түсіндіріп бере аласыз ба? Қай жаста, қай кезде бұндай шешім қабылдадыңыздар? Немесе не мұқтаж болды? Немесе соңғы көмекке байланысты мүмкін әдейі балдарды алған шығарсыздар, мемлекеттен көмек алайын деп? Жоқ, олай болған жоқ. Ондайды түсінбеймін. Мемлекеттен бірдеңе сұрау. Мемлекет көмектесіп жатыр әрине. Қалай болды? Екінші баламды қиын тудым. Содан кейін 2 ұлым бар. Қызды асыра алғымыз келді. Күйеумен көп болды сөйлескеніміз. Бір 4-5 жыл бұрын соны сөйлесіп жүрдік. Сосын қарасам, Жетісу Бездетский домов деген программа бар екен. Осы біздің Алматы облысымызда. Сол звондап, біліп, опекамен сөйлесіп, бізге үйге келіп, ол кісі үйімізді қарап, нетіп, Серғазы деген кісі, сол кісі бәрін қарап айтты маған, неге бір бала, 4 бала алмайсыз ба, опекаға, сол балаларды қарап, нетіп, енді ойландық, көрейік деп, бір қыз тапсақ, қызды ала берейік деп. Яғни олар сізді бала асырап алуға жағдайлар жетеді деп есептеді? Иә, үйімізге қарап, жұмысымызға қарап, дәрежемізге қарап, себебі асырап алушы балаларды адамдарға біздің мемлекет қарау керек дұрыстап. Кімге беріп жатқан баланың жағдайы бар ма кішкене? Сосын мен ойлаймын, бір басты аналарға бермеу керек, опекаға да бермеу керек. Мен позициям. Себебі әкенің орны бөлек біздің өмірде. Әкенің кішкене рөлін қадірлемей жүр ма адамдар, соны ойлап жүрмін. Ана деп кеткен, ана деген ол жақсы, ана махаббат береді. Ана деген басынан сипайды. Бірақ тәрбиені қатты беретін әкесі. Ал енді сіздерге рұқсат берді бала таңдауға, алуға. Енді ары қарай қалай жүрді? Заң бойынша қалай болады екен? Қанша уақыт алды? Заң бойынша енді біз процесс былай болады. Біз документ жинаймыз. Документ жинау сотталған адамдарға бермейді. Үй болу керек, жұмыс болу керек, жоғары білім болу керек адамның. Сосын алдық баламызды. Документімізді жинадық. Ең қызығы сосын басталды. Бала іздеу. Баланы табу өте қиын қазір уақытта. Барлығы білмеймін неге. Бізге не берді программа, база детей-сирот деген бар. Рұқсат алғаннан кейін. Соған кіріп, қарап, неттік енді іздедік. Қиын болды. Яғни ол базадан сіздер таңдап алуға болатын балдардың тізімін көресіздер, да? Тізімін көрем. Бірақ арасында бар енді недоработка, дұрыс емес нәрсе. Сайт дұрыс жасамайды? Сайт жасайды дұрыс, оны жұмыс істейді, бірақ ограничениялары бар. Себебі қараңызшы, 10 баланы қарауың керек. 10 баланы қарайсың, и сен сразу шешуің керек. Аласың ол баланы или алмайсың. Алмасан отказ жасайсың. Отказ жасағаннан кейін ол балаға сен тағы да қарай алмайсың ол баланы. Бір рет все, алмайым десем бұл. Список 10 бала. Сосын тағы басқа баланы қарау керек қой. Қалай сен енді? Так, түсінікті. Енді сіз ары қарай не жасадыңыз? Ары қарай енді Қазақстан бойынша бала іздей бастадым. Себебі Алматы облысында қарадық, іздедік. Білмеймін неге таба алмадық сол уақытта.
білмеймін қазір қалай. Бір баланың документтері дұрыс емес, бір баланың тағы бір несі туысқандары не бермейді адамдарға, не өздері алып кетпейді, түсінесіз ба? Допустим, мен келем балалар үйіне, мен оның баланы алып кетуім керек. Сосын туысқандары, анау туысқандарына звондау керек балалар үйінен. Анау туысқандар шулай бастайды. Жоқ, біз қазіргі уақытта документ жинаймыз, жоқ, таба аламыз. Енді біздің заң қандай? Конечно, туысқандарына бергісі келіп тұрады. Енді басшылықтан, яғни балалар үйінің басшылығынан бір кедергілер или заң бойынша кедергілер болды ма? Ондай мен көрген жоқпын, бірақ мен Жезқазғандағы Ғазиз Қалдыбаевич деген Маруа Құлышева балалар үйінің директоріне өте ризамын. Сонда мен ойлап отырмын, бір даже торт бермеппін сол кісі. Сондай жақсы көреді балаларды, солай балалардың бақытын ойлайтын адам. Мен ойлаймын, сол кісіден көп директорлер балалар үйін сол кісіден үлгі алу керек. Демек, басқа балалар үйлерінен сізге бір кедергі или келіспеушіліктер болды? Қалай келіспеушілік? Мен балалар үйіне бардым, как раз жаз кезі көбісі балалар неге кетіп қалған? Лагерлерге кетіп қалған сол уақытта. Сосын тағы бір балалар үйінде барғанда сол талдаған баланың документі дұрыс емес деді. Солай прям маған көмектесіп, осы әйелге берейік баланы деген ондай көрмеппін. Сондай, Демек, бұл жерде енді балалар үйінің басшылары ғой, оларда бір қатты қызығушылық жоқ па? Баланы беру керек, оны ары қарай бақытты болсын деп сізге көмектесу. Негізі олар көмектесу керек қой сізге? Негізі көмектесу керек. Бірақ мен естігенім адамдардан. Себебі көбісі маған сондай балалар көп, енді 9 бала, 7 бала ол алу оңай емес. Сонда көп адамдар бала алғысы келетін адамдар маған келеді де былайындай сұрақ қояды. Қаншаға сатып алдың деп. Түсінесіз ба? Адамдарда дұрыс емес ой қалыптасқан. Неге ондай ой қалыптасқан? Мен білмеймін. Неге олар олай ойлайды? Мен оларға айтам. Неге солай? Процесс жылдам жүру үшін жаңағы балалар үйінің басшыларына бірдеңе беру керек шығар. Ондаймен мен, я лично не сталкивалась с таким. Намектар, ондаймен жоқ. бітіп тұрған нәрсені ары қарай жүрмеу. Себебі көріп тұрсыз ба? Мен журналистпін. Олар мен журналист біледі. И ондай маған Енді өзіңізге керек баланы тапқанша қанша жерге бардыңыз? Так, 3-ші жерден алдым. Қарағанды облысынан. Алматы облысынан Қарағанды облысына барып 4 бала алып келдім. Жарайды, балалар үйін таптыңыз, сол жерде сізге бала ұнады. Енді баланы таңдау процесі қалай жүрді? Сонда мына жердегі опекам, мен оған ол кісіге айттым, Алматы облысынан таба алмай жатырмын, мен басқа облысқа барам деп айттым. Сонда айттым, енді тапып жатсам көмектесесіз дедім. Документін тез жасап, тез себебі уақытым жоқ, қай жерде адамдарым жоқ, қай жерде тұратын жерім жоқ, соншама ақшам да жоқ жүретін, көмектесті. Тез документтерін жасап, енді ондай палки в колеса дейді ғой, не вставляли. Қалай енді процесс өтті? Баланы таңдадым, енді білмеймін ғой қалай, ол маған, мен оған қалай жақсы болатын. Гостевой деген болады. Баланы алып келесің 2 аптада. 2 апта қарайсың оған, бала саған қарайды. Ол баласыз таңдап қойғаннан кейін болатын процесс қой. Прям барып, осы баланы мен аламын дегенге қалай шешім? Оны маған көмектесті директор детского дома. Балалар үйінің директоры. Ол біз сөйлестік, мені көрді. Енді олардың опекадағы жүрген баласы ғой, енді балалары ғой енді жүрген. Олардың мінездерін біледі, армандарын біледі. Ертең мен айттым, қандай менде возможность бар ол балаларға ертең алып кететін, көмектесетін, маған қарады. Сосын маған рекомендация жасады.
болды. Енді сосын ғана мен балаларды мен сөйлесіп бәріне сразу надежда ешқандай бермейсің. Айтасың, жүр қонаққа барайық, барасың ба қонаққа, нетесің ба. Бір баланың әжесі болған бізде. Ол әжесі вообще против болған, чтобы детский домнан алып кеткен. Сосын ол кісі звондады әжесіне. Солай балаларыңызды алып кетейін деп жатыр, 2 ұл бала. Не істейсіз? Сонда әжесі айтыпты, жақсы семья ма, жақсы отбасы деді. Алып кетсін, бірақ бір нем бар деді, жоғарғы білім берсін деді балаларыма. Сондай берсе алсын деді. Жақсы отбасы болсын. Мен әлі жауап ала алмай жатырмын. Сіз жетімдер үйіне келдіңіз. Алғаш рет өзіңіз үйіңізге бала таңдайды деп тұрсыз, бір қыз. Енді қалай таңдау қалай жүрді? Таңдау жүргенде маған қыздар шықты, көп қыз. Арасында өзім қарайтын қызым бар, 2-3 қыз. Допустим, ұлдар сосын келді, тағы тоже маған уже рекомендация беріп отырған ұлдарым бар. Мен оларға енді анау бәріне сөйлеймін, бәрімен айтамын, біреуіне сұрақ қоям, екіншісіне сұрақ қоям, сосын қарайым солай. Маған қалай ол қыз? Жеке болмайды, заң түрінде маған сөйлесуге. Жеке кездесуге болмайды? Болмайды. Себебі ол уже мен заңды, ну как бы, переступаю закон. Себебі мен жеке сөйлесем, мен уже ол балаға я должна запрос жасауға біріншіден. Сосын ғана. Сосын мен бәрін қарадым, мен көрдім, что сосы бала енді болады деп. Сосын запрос жасап қана, запростан кейін ол баламен жеке кездестім. Қызбен? Қызбен. И 3 ұлмен. Сіз бір қызға бардыңыз? Иә. Бірақ? Бір қыздың ағасы болып шықты. Сосын бір ұл ұнады, бір ұлдың братишкасы. Бауыр болып шықты. Оларды, балаларды болмайды ажыратуға. Бір бала ұнаса 14 ағайын болса, 4-еуін алып кету керек. Сонда сіз бір қызға бардыңыз, бірақ 3 баланы алып қайтуға шешім қабылдадыңыз. Бір қыз және 2 бала. Бір қыз 4-еуін алып кеттік. Ал күйеуіңіз қасыңызда болған жоқ? Жоқ, күйеуім үйде, себебі 2 ұлым қалды. Бәріміз сондай жағдай болған жоқ, бәріміз кететіндей жерде тұрамыз өзіміздің. Күйеуіңізбен телефон арқылы кездестіңіз? Телефон арқылы бәрін айттым. Мен айтатыным ең бірінші осы неде. Көп адам маған келеді да сұрайды. Алия, мен бала асырап алғым келеді. Алия, не істеймін? Мен сонда бірінші сұрайтыным, күйеуің қалай қарайды? Әйелің қалай қарайды? Ажырасуға сосын ертең дайынсың ба? Деген сұрақ мен туындайды менде. Ертең осы, или баланы тастайсың ба? Бірінші соны ойла, сосын ғана сонда өзіне сұрақ қойды. Шаман келе ма деп. Қызық, сіз балдарды көрдіңіз, эмоция бар, анасыз. 4-еуін алуға шешім қабылдадыңыз. Оны күйеуіңізге жеткіздіңіз. Ал күйеуіңіз қанша уақытта сізге рұқсат берді? Айтты, алып кел. Мен айттым, гостевой деген бар. 2 апта көрейік, қонаққа келсін, қарсы аламыз деп балаларды. Көреміз деді. Бірақ отказ жасау үлкен, оларға психологиялық ауыр болатынын тоже білесіздер. Білем, бірақ олай емес қой, біз былай қонаққа шақырдық. Енді балалар жастар қаншада болды? Так, олар қызық, олар ойлайды ғой, ойын, бір жаққа барып қыдырып қайтам. Жастар қаншада болды? Онда үлкен ұлыма 14 жаста болды, қыз 8-де болды, ұл 8-де болды, тағы бір ұл 6-да болды. Алттары қандай болды? 2 немістің баласы, Украинаның қызы және Беларусьтың баласы. Таңдаған кезде сіз ұлтына шектеу қойған жоқсыз да? Шектеу қойған жоқпын. Түсінікті. Енді 4 баланы алып келдіңіз, үйіңізде 2 балаңыз бар. Ары қарай үйдегі мемлекетіңіздегі жағдай қалай өзгерді? Жағдай енді біз дайындалдық қой. Балаларымызбен біріншіден сөйлестік. 2-еуін қалғанда ол дайындалып отырды. Ол 2-еуінен де рұқсат алдыңыз? Иә, 2-еуінен рұқсат. Олар жас қаншада?
қалай енді кішкентайымнан рұқсат ала алмайсың, ол онда 5-те болды, 5-те, 4-те болды. Үлкен ұлмен сөйлесті. Қалай ойлайсың, не істейміз, қалай ойлайсың? Жақсы деді, маған айтады, ол үлкен жұмыс, сонда өз ұлым. Ерекше, солай сөйлейтін бала. Қарсы болған жоқ, Қарсы болған жоқ, қабылдады. Келгеннен кейін қандай жағдайлар болды, не ескеру керек? Келгеннен кейін енді не бердік, свобода дейді ғой балаларға, көру үшін. Кто на что гораст деген. Свобода бердік, хаос болды, көрдік, қарадық, не істейтіндерін. Мен айтатыным... Бірақ анау гостевой біткеннен кейін 4 баланы да алып қалуға шешім қабылдадыңыз. Иә, олардан сұрадық біріншіден. Бізге енді бала ғой. Өзіміз уже жақсы көріп қалдық осы кішкентай. Енді жақсы көру ол долгий процесс, конечно. Бір екі апта айтпайсың. Бірақ көрдік әр баланың бірдеңесі бар. Әр баланың несін көрдік енді, қабілетін қарадық, бізбен қалай взаимодействие, бізді қабылдай ма, қабылдамай ма дегендей, ол да ең бастысы ғой. Енді хаос болды, не істеді, сосын бір апта хаос болды, қарадық, не істедік. Сосын мен айтатыным, почему мен против детских домов, почему? Себебі балалар дайын емес, бытовой өмір, быт деген білмейді, бәрі дайынға үйренген. Неге оларға үкімет қаншама ақша шашады, қаншама оларды нетеді, спонсорлар бәрі көмектеседі, а результат жоқ көбінісінде. Қоса кетейін, жақында ғана Белгіровтың бастығы Айдын өзіне пост жазып, 3 бала асырап алған жазды, бұдан бірнеше жыл бұрын. Сол жерде де ескеріпті, балаларды неғұрым ерте алу керек, жасы үлкейген сайын алу, оны бейімдеу қиын болады деп. Демек, ол жақта өзінің заңдылығы бар да? Заңдылығы бар, себебі ол жерде балалар енді выживание деген бар ғой. Жақсы, бәрлі бар, выживание деген, ол қалай? Алдай салады. Ол жерде мен үйде 24 часа в сутки дейді ғой, ол балалармен. Күйеуім, мен 24 часа в сутки. Ал енді детский домда жұмыс істейді ғой олар балалар. Олардың жұмысы, ол менің де жұмысым енді былай қарасан. Бірақ олар кетеді сменасымен, жұмыс істейді, кетеді сменасы. Бірақ көбісі бар воспитательдер жақсы көретін балаларды. Өте балаласындай. Ол енді өз өмірлері бар олардың. А мынау балалар енді ол біздің өміріміз. Түсінесіз ба? Енді біз қалай өз үйімізде бәріміз. И мен ойлаймын, балалар отбасыда тұру керек. Отбасыда тұру керек. И жас кезінен алу керек балаларды кішкене енді. Сізде 2 балаңыз бар, келіп 4 бала қосылды. Енді тағы қалған 3 баланы алу шешіміне қанша уақыттан кейін келдіңіздер, не үшін? Ондай шешімге қатты келген жоқ, біз бұлай болды да. Қанша уақыт өткен? Жарты жыл өтті. Содан кейін бізге мынандай хабар келді, біздің опекадан біздің ауданда тағы 3 бала бар екен, әжелері тәрбиелеген, әжелері қайтыс болды үйден. Сосын сондай маған хабар келді, ол бай құриды деп. Олардың да ұлттары қазақ емес. Сосын маған... Бір үйдің 3 баласы асыраушыдан айырылды, кетуға жетімдер үйіне өткізу керек. Иә, кету керек. Сот болып жатыр, уже сот болайын деп жатыр. Сосын балаларды балалар үйіне беріп тастайды, болды. Сосын мен ойладым, ол жерде 2 қыз, енді менде қалай? Бір қыз 5 ұл болып кетті. Бір қызым 1 болды. Сосын мен ойлаймын, ана жерде 2 қыз, тағы 1 ұл. Сосын маған айтады, ана жерде 2 қыз бар, қызым 1 болмайды, 3 қызым болады деп айтып қойды маған. Әдемі ұстаған екен. Иә, мен қатты ұстады. Сосын мен қатты ойладым, енді 6 балама уже қалыптастық. Не болса да қалыптастық, уже өздеріміздің өміріміз кетіп бара жатыр. Уже какой-то дискомфорт болайын деп тұр да. Сосын уже не только күйеуіммен, и үлкен баламен, барлығымен ақылдастық.
анау қызбен қалай саған тағы сіңлілер керек па, қалай қарайсың, қарындас керек па ұлдарға. Сөйлестік, олар айтты, бізге жақсы, неге тағы басқаларға жақсы болмайды, күшіміз келсе алайық деді. Сондай. Енді ары қарай процесс қалай болды? Ары қарай енді процесс Бірінші сізді көндіру үшін жаңағы сізге хабарласқан адам бір хитрый әдіс жасаған сияқты. қалай болды? Болды былай. Ол балаларды қалай вообще көрдім, таптым. Бір күні опекаға келіп, бір документтермен келдім. Келсем, 3 бала отыр екен. Сол бір жанұяның. Сұрадым, қай балалар деп. Сонда сол историяны естідім. Мен естіген до этого. Яғни сізге ескерткен балалар сол жерде отыр? Иә, сол жерде отыр екен. Солай случайно болып қалды да. Көріп, жүрегім ауырып, күйеуіме звондадым. Ал енді мен бірінші ойладым, алмаймыз деп ол балаларды. Себебі ол балалар, ойладым, өмір сүріп жатырмыз, алдыда ол оңай емес. Вообще баланы бағу оңай емес. Жастары қаншада болды 3 баланың? 3 баланың сонда қазір айтам, 7, 6, және 5. Ұлттары қандай? 4. Олар бір анадан болса да, ұлттары біреуі полутатар, біреуі орыс, біреуі енді получечен қызы. Енді документінде жазбаған, бірақ өзі біліп жүр. Шешесі айтқан, сенің әкең сондай деп. Сосын қалай болды? Сосын мен өзіме айттым, олар балалар үйіне не попад дедім. Құрайды. Шешім қабылдадың? Шешім қабылдадым. Күйеуімен резко түрде олар кетті. Енді маған сразу бере қоймайды ол балаларды. Сот өту керек. Центр адаптации детей деген бар, Талдықорғанда сан деген. Соларда сот пока өткенше. Мен әр күні күттім, документтерімді жинадым. Күтіп отырмын. Қашан сот өтеді? Сот өтті. Мен базадан олармен кездесу, оларды опекаға алу деген нәрселерді жасадым заң түрінде. Сосын келдім да, алдым да алып кеттім балаларды саннан. Балалар үйіне түспегенше. Потому что заңды түрде саннан сот өтеді. 1-2-3 күнде саннан кейін балалар үйіне жіберу керек. Сіз егер алмағанда, ол балалар үйіне кету керек. Балалар үйіне кету керек. Білуімше, балалар сізге келгенше ешқайсы қазақ тілін білген жоқ. Білген жоқ қазақ тілін. Қазір қалай жағдай? Қазақ тілінде, қазақ мектебінде оқиды балаларым. 2 дәстүрлі әншілерім бар. Сара деген, Равиль деген балаларым. Алина Сасырнайда ойнайды. Жалғас деген балам Сыбызғы ойнайды. 2 балам Ваня деген мен Адылхан, олар Баян, Сырнай ойнайды 2 балам. Есімдерін өзгертті ма, немесе ұсыныс болды ма сіздерден? Иә, енді қазақ мектебіне барғаннан кейін балаларым былай айтады бастады. Бізді мазақтайды. Біз енді қазақ сыбынымында оқимыз. Мен қазақ атын алғым келеді деп бірінші балам шықты. Бір қыз шықты, біріншіден. Оның аты Ангелина негізі. Бірақ мен ойлағам, қыз тусам Сара деп қоям деп. Сонда бәріміз былай істейміз. Былай столдың отырамыз бәріміз, жиналыс. И бастаймыз. Бәрі өз предложениясын айтады. Сосын ол шешім қабылдайды. Мен бәрі айтты, мен Сара деп айттым. Ол айтты, мен Сара деп ат таңдайын дейді. Қабылдады. Бірақ документте ол солай өзі сосын шешеді 18-де. Былай қалдырама, былай. Бірақ мектепте барлығы оны Сара дейді. Сосын Александра деген қызым Асия болып шықты. Валерий деген балам, ол кім, Руслан болып шықты. Басты өздерін таңдау. Иә, өздері. Енді бала есейгеннен кейін біз дін деген нәрсе шығады, біз одан бәрі қашып құтыла алмаймыз. Ол жағынан қалай болды? Ол жағынан былай, мен көбісінен естимін, ала салап баланы,
олар өз дініне қарай тартады сразу. Алады да, сен мұсылмансың. Иә, сен мұсылмансың болды. Біз былай істедік. Енді по медицинским показателям, не для того, чтобы мұсылман қылдыруға, а по медицинским показателям ұлдарымызды сүндетке отырғыздық. Себебі көбісі балалар үйінде қарамаған. Спайка андай-мындай болып кеткенде, оған уже по-любому надо жасауға. Сүндетке отырғызуға. Ол біріншіден. Содан уақыт өтті, бір жарым жыл өтті, где-то бір жарым жыл өтті, біз бәріміз тұрып алдырмыз. Сосын мен айтам, олар көріп жүр біз мұсылман екенімізді, оларды нетпейміз, тиіспейміз балаларды. Сосын уақыт өтіп жатыр, күйеуім отырды да бір рет солай столдың үстінде айтады, жүректе дін болу керек, не істейміз дейді. Церковьке, шіркеуге барсаңдар, шіркеуге барайық. Көрсеттік шіркеу не екен, соның бәрін түсіндірдік. Олар бізде крещеный болған емес та, өзі балалар. Түсінше, сіздер айттыңыздар балаларға дін таңдау құқықтарын. Иә. Содан кейін барып оларды әр дінмен жеке-жеке таныстырып бастадыңыздар. Таныстырдық. Себебі демократия балалардың құқығы бар өзінің. Бірақ біз оларға айттық, адамда жүрегінде дін болу керек, Алла болу керек деп айттық. Сол үшін давайте нетейік, көрейік. Бәрін түсіндірдік, айттық, мұсылман қандай, христиан діні қандай, католик діні қандай, себебі немістер бар біздің арамызда. Бәрін түсіндірдік, айттық. Бір аптадан кейін фильмдер көрсеттік неше түрлі. Бір аптадан кейін тағы да отырдық. Балаларымыз айтты, біз мұсылман боламыз. Біз сіздер мұсылмансыңдар, біз мұсылман болайық. Сосын мешітке бардық, біздің имамымыз азан шақырып, алған аттарын азан шақырып, құлағына естіртті. Солай мұсылман енді болдық. Барлығы мұсылман? Барлығы балалары мұсылман. Ол енді өздерінің еркі. Жол деген не деген керек? Өздерінің еркі балалардың. Енді бұл табиғи болатын жағдай, балалар келгеннен кейін үш семьядан келіп отыр, үшеуі бір жақтан, үшеуі бір жақтан, екеуі бір жақтан. Қазір айтам, үшеуі бір семья, екеуі бір семья, екеуі бір-бірден. Және екі сіздің өзіңіздің балаңыздар, қаныңыздандар. Енді Қазақстанда жағдайды білесіз, кез келген елде ұлттар арасында бір кішігірім конфликттер болып тұрады. Ал сізде ондай жағдай болған жоқ па? Ондай жағдай жоқ, себебі біз Қазақстан сияқты басқа бір шаңырақтың астында тұрамыз. Әке-шешесі қазақ енді, олар өздерін былай сұрасаң баламнан, олар айтады, мен қазақпын, бірақ біледі ұлтын, өз ұлтын. Содан кейін одан сұрайды балаларымыздан. Специально енді адамдар келеді ғой, оларға қызық бәріне. Иногда провокационный сұрақтар балаларымызға қояды. Енді бала деген ол не может же врать. Ол айта салады. И сонда балаларымыз былай айтады, мен риза болған. Енді Америкада тұрады ғой, американецтер ғой, бізге Қазақстанда тұрамыз, енді қазақпыз. Сонда мен риза болған. Даже сондай бір момент бар. Енді қазақ классында оқығаннан кейін балаларым бір-бірін елін сұрайды, оларда бар екен. Сонда келіп балам былай айтады, әке мен айтайын, күйеуім Найманда, мен айтайыншы, болам айтам, мен Найман. Күйеуім айт. Сосын олар айтқанда енді әңгімелеседі классында, балаларым айтады, біз Найманбыз. Найманның ішінде қыржымыз дейді. 9 Найман дайындап өсіріп жатырсыз. Енді найманский воспитание қазақтың несі да салт дәстүрмен. Бірақ анандай болады ғой, Рождество, все равно масленица деген нәрселер, Пасха деген нәрселер, бәрін түсіндіреміз. Тойлайсыздар ма? Тойламаймыз, бірақ көрсетеміз. Енді біздің көршілеріміз бар, жұмыртқа алып келеді. Енді блинчик жасай саласың, әр күні өзің блинчик жасай саласың. Айтамыз, енді білу керек қой бәрін. Енді ол балалар, бізде қазір мысалы, енді кез келген жерде ұлттардың бір ұйымдары болады, бірге топтасып жүреді дегенде, сондай ұйымдармен немесе мысалы бір немістердің ұйымы дейміз ба, сондайлармен балдарыңыз араласа ма?
яғни шектеу қоясыздар ма? Жоқ, шектеу жоқ, себебі әлі кішкентай, мен ойлаймын, ондай ұйымдарға өздері баратындай. Уақыт жоқ оған қазір, себебі оқу, сабақ, музыкальный мектеп, өзіміздің нелеріміз, сапарларымыз бар. Біз енді Алматы облысындағы көп білетін отбасымыз, мерейлі отбасымыз, ең үздік отбасымыз. 2018-де сондай мерейлі отбасы президенттің несі бар, конкурсы. Сол. Енді сізге тағы да ұсыныс түссе Тағы бала алуға, иә. Ойланам, бірақ жанұямыз қалыптасты. Енді тусам болады. Білмеймін, енді көреміз. Алла енді жазғаны. Көреміз қандай жағдай болады әлі өмірдің алдында. Мен ойлаймын, енді мен, допустим, против семей. Бір болады ғой, 20 бала алады, 50 бала алады деп білем мен сондай. 40, мен сондайды түсінбеймін. Ол менің личный мнением, иә? Может быть, сондай жүректері олардың. 20 баланы асырап алатындар бар ма? Иә, 50 бар асырап алады. Так, ол қалай онда? Мен неге олай? Так, ендігі сұрақ. Мемлекеттен бала асырап алған кезде сіздерге арнайы көмек ақша беріле ма? Беріледі маған, біздің отбасымызға. Біз анандай специальный форма бар, опеканың өзін. Бізге тамаққа әр сайын балалардың, өз баланың басына тамақ киіміне болды. И бізге кішкене ақша бөлінеді. Болды, ол бәріне балаларға біз жұмсаймыз. Ертең күн ойлаймыз, жағдайларын жасап жатырмыз. Енді жаңағы 20-30 баладан асырап алады деп жатсыздар. Сонда оларда балалар арқылы мемлекеттен ақша алу деген позиция болуы мүмкін ба, мақсат болуы? Мен оны зерттеген жоқпын, бірақ мен против. Мен өте жаман. Себебі біз өзімізде 9 бала, содан мен еще бармын, күйеуім бар, екеуміз, иә, толық отбасымыз, иә. Содан мен ойлаймын, өзіміз әр баламен сөйлесу керек әр күні. Психолог сияқты, әке-шеше сияқты, басынан бір сүю керек хотя бы. Мен сені жақсы көрем деп, мейірім керек, сабағын қарау керек, мұғаліммен сөйлесу керек, контроль болу керек. Оны ойлау керек. Қалай сен 40-30 бала қарайсың? Мен түсінбеймін. Бар, көп. Бірден аламай ол? Көп, солай бар. Мен білмеймін неге солай. Мен білмеймін. Қалай? Заңында рұқсат болып тұр сонда? Білмеймін, раз бар, значит рұқсат бар. Мен түсінбеймін ондай. Лично, өз басым. Соңғы... Из-за этого мен ойлаймын, что маған қазір біздің отбасымызға 9 бала жеткілікті. Уже аса алмай, өзіне возможности. Человек должен знать свои возможности. Екінші, күйеуіңіз қайда жұмыс жасайды? Күйеуім мал дәрігері. Өзінің кішкентай кішігірім бизнесі бар. Қазір аптека ашайын деп жатырмыз. Ветклиника. Біздің өміріміз тоқтап қалған жоқ балалар алғаннан кейін. Көбісі ойлайды, маған когда шапағат берді, госнаграда. Осы декабрьде мен шапағат госнаграданы алдым президенттен. Бірақ Амандық Абасович берді, Алматы облысындағы әкіміміз. Сонда көбісі ойлады, что мен то, что балаларды асырау, ол менің өз жетістігім. Мен медиа волонтермын, журналист ретінде, сол ретінде алдым. Мен не люблю мешать одно с другим. Екінші нәрсе, былтырдан бері болып жатқан жағдайды білесіз. Қазір көп бала аналар маған үй бер, әр балама ақша бер деген сұраныс өте көп болып кетті. Алаңға шықты. Яғни олар өз балаларын алдына шығып, сол арқылы ақша табу ма? Білмеймін, мен үшін шектен шығып кеткен жағын секілді. Осы тұрғыда не айтасыз? Осы тұрға айтатыным, законодательная база болу керек бізде, дұрыс. То есть диалог правильно выставленный между матерью, правительством и женщинами вообще. Біздің Қазақстан ондайға дайын болған жоқ, біріншіден айтам.
көтеріліп кетті. Себебі шын мәнінде де в общем адамдардың, көп адамдардың деңгейі, енді тұратын жағдайы қиын. Но бірақ неге қиын? Соны айтайын. Мен 9 баланы, 7 баланы алғанда мен ойлап алдым. Туғанда мен ойлап тудым. Яғни шамам жетеді. Шамам жетеді, жетпейді. Әйел біріншіден ойлау керек. Күйеуім тастап кетсе де, бірдеңе болып қалса, енді өмір ғой. Не болады? Мен қайтыс болып кетсем енді, допустим, да, өмірде неше түрлі болады, енді өмір. Алланың қолында бәрі. Не болады балаларыма? Қайда қалады? Не істейді? Вообще керек па? Мен денсаулығым жете ма? Мен денсаулығым жете ма? Дұрыс бәрін. Туу, жақсы, не туу. Енді ол өмір, ештеңе айта алмаймын. Енді мемлекет тарапынан көп нәрсе қазір жасалып жатыр. Бірақ, конечно, дұрыс емес. Енді акиматқа барып, сен маған үй бер дегені, себебі енді әкім өз қалтасынан бермейді ғой, оған ақша ешкім бөлмейді, солай бере салатын. Енді мен түсінетін, әкім меценаттарды сұрайды, басқа адамдарды сұрайды, бай адамдарды. Бірақ ол зависим болып қалады ғой ол адамдардан. Яғни талап еткен адамдарға. Ол дұрыс емес. Мен солай ойлаймын. Заң жүзінде қазір бақытты отбасы деген бар. Мен АСП алатын әйелдер бір болды ғой былай. Бірінші біз ең керемет, Қазақстанда керемет жердің бірі шарының үстіне өтіп отырмыз. Қоса кетейін. АСП алды ғой. Сосын поправки болды ғой. Когда күйеуін обязательно жұмыс істеу керек деген. Сонда бәрі көтерілді. Сонда бәрі бір собранияда болдым мен, акиматтың. Сонда былай әйелдер айтады. Оған айтады, хотя бы центр занятостьқа барып, пусть хотя бы какой-нибудь жұмысқа минимальный шықсын байын. Сосын саған АСП-ді береміз дейді аналар. Енді біз қалай заңды бұзамыз? Акиматты айтады. Жоқ, ол не хочет күйеуі. Білеш, ол не хочет, оған ұнамайды анау жұмыс, бұлай ұнамайды анау жұмыс. Түсінесіз ба? Әйелі жүр сұрап, ұнайды. Түсінесіз ба? Кішкене ұлдырсы. Сосын мен көп семья білем. Бір семьяны білем, баласы ауырады. Төрт баласы бар өзім, кішкентай баласы ауырады. Сонда она может получать АСП. Но ол әйел айтады. Көмек сұрап келді, біз оған көмектестік. Мен медиа волонтер сияқты статья жазында ақша жинап бердім оған. Ол кісі сонда мынандай сөз айтатыны. Енді өзіміз жағдайымызша веремянка салдық, АСП-ға мен берген жоқпын, хотя может беруге. Себебі, говорит, басқа адамдар бар ғой. Мен жағдайым бөлемейін, жақсы. Күйеуім жұмыс істейді. Менен де нашар адамдар бар. Менден де нары. Солай ойлау керек. Мен бір рет Япониядан, помните, бір трагедия болды, землетрясение. Сонда көргенім, қандай картина, қандай адамдар, культура. Былай болды да, тамақ алып жатыр. Сонда біреуінен сұрайды, сен неге көп беріп жатыр ғой, неге алмайсың дейді. Басқаға жетпейді. Сонда ол өзін басқа адамды ойлап жатыр. Ему сколько надо алды? Өзіне қанағаттандырылып. Сайттарға да ақпарат шықты. Біздерге бәрі малы. Жағдайы жақсы адамдар құжат дайындап, осында мемлекеттен балалар үшін көмек алды деген нәрсе. Көп. Сонда естуім бар, көбісі сондай бар. Газеттерге статьяға шықты. Даже статьяға сосын алды, көбісі в тени остались. Алды, и олар берген жоқ. Это каких-то там кішкене, может, алды. Мен ойлаймын, бір 10% выявили, потому что бір шум болды, көрсету керек. Ол дұрыс емес. Бізде лишь бы я считаю, вот жатыр, алып алу керек. Дұрыс емес жатыр, алып беру, ол дұрыс емес. Мемлекеттен кез келген нәрсені алып қалу керек деген түсінік бар. Бірақ ешкім оқығысы келмейді. Заңның қаншама қазір программалар бар. Қаншама бизнесте жұмыс істеуге болады. Қазір, допустим, аналарға арналған 500 мың теңге бар. Безвозвратный грант. Сол кезде шу шықты, 500 мыңды біз қайға жеткіземіз? Жоқ, болады. Ауыл жерлерде
допустим, парикмахерский ашсаң да, мини пекарня ашсаң да 500 мың кім береді қазір? А олар қалай? Қайтарымсыз да мен білуімше. Қайтарымсыз. Даже осы жылдан бастап былай болды ғой. Оқу керек болды, андай мындай, сосын ғана бизнес план жазасың, сосын ғана. Мемлекет алдын ала сені бизнес жасауға дайындайды. Дайындайды. Сосын береді. А қазір былай шықты. Енді бар ғой, көбісі уақыты жоқ, жүре алмайды, оқи алмайды, но бірақ уже грамотный бизнес план жаза салады да, не етеді. Уже идеясы бар, уже жұмыс істеп жатқан, уже дайын адам. Өзінің уже нетіп жатқан жұмыстары бар. Ол былай ғой, айтатын, оларға қазір мынандай возможность берді. Бизнес планды жазасын, оқымай, сол ақшаны саған бөледі. 535 мың қазір осы жылы болды. 500. И сосын АСП-ны былай істеді. Жақсы, көбісі білмейді, айғайлайды, шулайды. Сонда бір новості аш, қара, дұрыстап түсінбейді. Сосын бізде әкімдіктер жұмыс істеу керек адамдармен, әйелдермен. Екінші сұрақ, дұрыстап түсінбей ма, немесе дұрыс түсіндіре алмай ма тиісті органдар? Мен ойлаймын, дұрыстап түсіндіре алмайды деп ойлаймын, көбісі. Түсіндіру керек, жұмыс істеу керек адамдармен. Түсіндірсең адамға дұрыстап, адамның жағдайын білсең, өз халқының жағдайын білсең, на месте, на местности ориентироваться. Сонда әр адамға түсіндіруге болады. Адам ғой енді. Сөйлес, көп адамға, знаете, не керек? Көбісі келеді, просто с ними поговорить. Им просто хочется оларға, чтобы их выслушали. Түсінесіз бе? Тыңдады, назар аударды. Көбісіне сол жетіспейді. Даже ертең оған даже көмектесе алмайсың сен. Бірақ сен оны тыңдадың, сен оны білдің. Сондай жағдай болып жатқан. Ол да көмек ол адамға. Сол? Жалпы мен сол көпбалалы аналарға көмек беру кезінде енді түрлі билік органдары, министрліктер ақпарат айтып жатты ғой, енді халықты шуды басу үшін біз көмектесеміз, жеңілдік береміз деген сияқты заң қабылдаймыз, жетеміз. Сол кезде мен басқаратын телеканалдың және басқа да страницаларға жекеге аналардан өте көп хат келді. Бізге көмектес, біз ақша аламыз ба, қайдан шықты, қайда. Бір жағынан страх сияқты, яғни олар қорқатын сияқты, ақша мемлекет беріп жатыр, бірақ біз оны ала алмай жатырмыз деп қорқатын сияқты. Жалпы көмек сұрау деген нәрсе ойыңыз қандай? Әлеуметтік желіде, интернетте көмек сұрайтындар көп. Оған көп мошенник бар. Мен айтамын, волонтер, медиа волонтер сияқты. Волонтермен істеймін, мошенниктер көп. Фейковый страница ашады да, бір балалардың нелерін или аналардың нелерін етіп. Даже мен білем волонтерларды осы анаға ақша жинап жатырмыз деп айғалап, шулап видео жасайды. И 2 миллион тұрады. Өздері айтады, 4 миллион осы үй тұрады деп. Демек үстінен пайда көреді. Өздеріне пайда көреді. Сондай бар. Өздеріне өзінің Каспи голдына жинайды, допустим, или басқа карточкаға. Сосын оған сатып алады, сондайларды білемін. Мен жасайтын көмегім, біз напрямую шешесіне нетеді. Ол жерде енді екінші жағдай бар. Ол адамдардың ақшаны дұрыс жаратылуын сіз қадағалаймыз. Біз біріншіден ол адамға қараймыз, сөйлесеміз ол кісімен. Біз оны көреміз, адекватная, неадекватная мамаша дейді. Айтып отқаным, бір балалар бір үйге көмектесіп, осылай жағдайда, как волонтер ретінде көмектесіп, соңында өздері әжептәуір проблема орынды да. Өйткені анадан ақшаны дұрыс жаратпаған жағдайлар болды. Жоқ, бізде бәрі жаратады, бізге отчет сосын істейді. Бізбен как бы договоренность есть. Сосын, если олай дұрыс істемесе, біз оны забаним и все. Дұрыс па? Біз забаним просто эти страницы. Мы не дадим ей дальше выйти. Понимаете? Біз айтамыз, мошенник, будем постоянно писать. А не мошенник, инстаграм их вообще не будет. Потом біз дұрыс жолға шықтық. Біздің шоферіміз өзіміздің Жетісайдың сары баласы Сергей. Біз ары қарай жалғастырамыз. Қай жерге келдік?
енді сізге риза болып отырмын. Осынша баланы алу, жеке жауапкершілікке алу деген, яғни адамдар қазір өз баласын асырамай алмай жатқан өз кезде жауапкершілікке алып 7 баланы алу деген ол үлкен күш, жігер керек, және кең жүрек керек. Енді тағы бір риза болып отырғаным сіздің күйеуіңізге. Осындай сізге мүмкіндік беріп және соған келісіп отырған. Енді бәрібір сіздерде бір айтуға болады болмайды білмеймін, екеуіңіздің арасында бәрібір келісімдер болды ғой. Келісімдер болды. Менімше ойлаймын, что если адам деген әйел мен еркек ондай шешімге келсе, бір сөйлеу керек, бір бағытта қарау керек өмірге, бір-бірін жарты сөзден түсіну керек деп ойлаймын. Арасында ешқандай түсінбеушілік болмау керек. Ол мүмкін емес, болады, бірақ оларды балаларға көрсетпейміз. Балалар көрмеу керек ондай. Үлкен отбасыда балалар көрмеу керек. Ұрыс керіс деген екен. Негізі балалар әке-шеше деген оларға святой дейді ғой нәрсе. Сондай бір қалыптасу керек отбасын. Көпбалалы отбасыдан шыққан ба? Күйеуім олар 3 ұл. Ол ең кенжесі. 3 бала. Өзіңіз? Өзім бізде 3 баламыз. Мен үлкенімін отбасының. Тағы, енді... Өзім Қарағандының тумасымын. Енді балалардың ішінде уақыт өте қиыншылықтар, бір түсініспеушіліктер болды ма жалпы? Қалай шештіңіздер ондай ситуацияда? Қандай түсінбедім сұрақты кішкене тағы? Енді жан-жақтан балдар жиналды, өз балаңыз бар, сырттан келген балдар, енді жасырап алған балдарыңыз бар. Олардың өзі бірнеше бөлікке бөлінген, олардың өзі бірнеше ұлтқа бөлінген. Бұлай істедік, неше түрлі кооперациялар болды. Бұлай тұрғызамыз комнатада, бөліп ұстаймыз. Бұлай көреміз, қараймыз, қалай болады. Сосын жоқ ұнамайды, қыздарды басқа этажға көшіреміз, ұлдарды басқа этажға көшіреміз. Сосын ұлдар бір комната, үлкен комнатаға береміз. Олар көріп тұрмыз, дұрыс емес кішкене. Үлкен балаларды бұлай бөліп ұстаймыз, анау кішкентай балаларды бұлай бөліп ұстаймыз. Солай қарап-қарап, солай болып бәрін қосамыз, ажыратамыз, солай қалыптасты балалар. Конечно, ол оңай дүние емес. Көбісі ойлайтын шығар, маған мынандай бір сұрақтар қояды. Ой, қандай жақсы 9 балам бар, үлкені уже 17-де, кішкентай 6-да, ой, кішкентай емес қой. Айтасын, істейтін шығар, бәрін үйде көмектес, бәрін істейді олар. Енді қарап көріңізші, өз балаңызды үйретіп көріңізші, бәрін істеу үшін біріншіден. Олар енді көмектеседі, бірақ баланың аты бала. Артынан қарау керек, айту керек, сөйлесу керек баламен. Сондай. Күйеуіме қатты ризамын, себебі әке деген орны бөлек адам. Әке деген береді, тәрбиені беретін әке. Күйеуім енді балалар қарайды, қалай маған деген оның көз қарасы күйеуімнің. Қалай анаға деген, әйелге деген қалай негізі қалыптасу олардың мінездерінің. Қалай отношение к женщине дейді ғой. Анандай ұрып соғып ондай жоқ. Яғни балдар сіздерден қорықпайды, сіздерді сыйлайды. Себебі бала деген сыйлау керек әке-шешесін. Сыйлау қалай? Ол жай емес, сен мені сыйла. Себебі сіз айтып отырсыз ғой өзіңізде 7 бала алған бала, ол басқа отбасыдан басқалды. Сыйла, уважение надо заслужить дейді ғой. Олар көріп тұр балалар. Біз олар үшін бәрін жасап атқан, балалар бәрін түсінеді. Түсінбесе біз оларға түсіндіреміз, айтамыз, неше түрлі мысалдар келтіреміз, көрсетеміз, әңгімелесеміз баламен. Олар көреді басқа отбасыларда, олар көреді өзінің сыныптастарында. Әңгімелеседі ғой балалар. Сосын бәрін қарайды да өзін несі қалыптасады мнениесі. Сосын біз жақсы көреді. Енді сіз тұратын ауыл ойда тұратын жеріңіз? Ауыл. Сіз тұратын жерде басқа ұлт өкілдері бар ма? Балдарды жалпы көршілеріңіз қоғам қалай қабылдады, мектеп?
Біріншіден енді қорықты, себебі балалар үйінен келді ғой. Көршілерің қорықты да? Көршілер емес, мектепте. Мектепте қорықты енді, директорымыз ойбай басынан ұсталды да, қалай ол балалар үйі енді мына жерде өз қылығын көрсетеді. Тіл білмейді, сосын мен еще қазақ мектебіне беріп жатырмын. Сонда енді мені біледі, шет жағасы мені біледі ғой. Сонда мен айттым, ол енді біздің балаларымыз деп айттым. Енді біз енді оған ответственный ғой өз балаларымызға. Олай болмайды. Себебі артында сонда мен тұрмын, күйеуім тұр, екеуміз тұрмыз, тәрбие беретін біз. Ешқандай қаншама 3 жыл болды, балаларым сол мектепте оқиды. Біздің директорымыз тек қана қуанып жатыр, тек қана жетістіктеріне қуанады, мақтайды. Ешқандай бір айтып көрген жоқ, бір замечание жоқ. Сіздер ұрсып шақырған жоқ та? Жоқ, ондай жоқ. Мен ашық айта алам, бәрі көреді оны, ондай жоқ. Балаларым не подводить. Себебі контроль. Әкеше неге бала кетіп қалады? Себебі әкеше мен бәрі біліп отырамыз, екеуміз. Не істеп жүрген? Ауылдың жері сол жақсы. Қалада енді біз неге? Мен вообще қалада тұрғанбыз өмір бойы. Қаладан кетіп қалдық балалар үшін. 2 бала біріншіден үшін. Қаладан көшке ауылда алдық балаларымызды. Себебі біз өмір бойы мен қалада өскен қызбын. Жерді білмеймін, күйеуім де. Солай қалада. Ауылға көштік себебі жерге қаладан бір 30 километр. Күйеуіңіз қай жақ, Қарағандыкі ма? Жоқ, күйеуім Алматыда өсті. Мен де Алматыда өстім. Бірақ Алматы облысында енді кішкене Алматыға жақын жерге қашып шетке көшіп, кішкене балаларымыз еңбек жасасын, енді бұзылып кетпесін, кішкене ауылды көрсін, қазақи болсын деген сондай немен біз кішкене қаламызда, қасымызда барғымыз келсе барамыз бәріміз. Сол осы бір 2 апта болды, 1-2 апта болды. Біздің Алматы облысының әкіміне кірдім. Өз үмітімді айттым. Мечта дейді ғой адамдарда. Бәрі біледі. Біздің семьямыздың мечтасын бәрі біледі, арманымызды. Ол микроавтобус, себебі өзіміздің ақшамыз жетпейді. Мен анандай емеспін. Біз 11 адамбыз. Қолымды жайып мен жүре алмаймын. Өзім сондаймын. Андай спонсорға, мен 9 баланың анасымын, мен мынандаймын деп білмеймін, мен олай істей алмаймын. Сіз мерейлі отбасы ма? Мерейлі отбасыға қатыстыңыз. Ол жерде Талдықорғанның жеңіп бардың Алматы облысынан. Алматы облысынан жеңіп алғанда. Финалда қалай болды? Финалда Ақтөбеден Димаш Құдайберген семьясы болды, Айтбаевтар. Оларға не сыйлады? Оларға үлкен колонка, қымбат сыйлады олардың концерттеріне. Жамбыл облысының жеңімпаздары самый жеңімпаздар болды. Енді ол такая үлкен семья, бірге 60 жыл тұрады, мұғалімдер ма сондай бірдеңе. Оларға берді микроавтобус, я помню, Ивека, үлкен біз сонда 9 бала, мен қарап отырмын, мен Гүлшара Абдықалыққа қарап отырмын. Біз енді социальный проект қой, мерейлі отбасы. Анау отбасылар бәрі қалыптасқан отбасы енді. Жағдайлары бар, жақсы. Димаштың жағдайы түсінікті, ол танымалдылық, ол 100% әсер етеді біздің қоғамда. Енді ол жерде бұлай деп бірден айтып қиын, сіздермен салыстыруға мүлдем келмейді, ол бәрі. Ол социальный, мен ойладым. Отбасының мақсаты не екенін мен қазір білмеймін, сондықтан мен ештеңе айта алмаймын. Ол социальный. Ал енді Тараздағы отбасы 60 жыл тұрған. Балдарын асырап алмаған, ондай. Жоқ, ол жерде әртүрлі отбасы, бір спорт, бір государственный служащилар. Мақсаты не болды жоба? Мақсаты көрсету, қандай отбасылар үлгісін алу. Бақытты отбасы. Бізді енді сондай отбасы, біз ең жас отбасы болдық. Маған бәрі қарайды, басқа отбасының аналары енді 50-ден асқан минимум сондай ең жас. Мен ана жерде жүгіріп маған ойлайды, сен акиматтың адамсың ба, сен организаторсың? Жоқ, мен
отбасының анасымын деп жүрмін да ана жерде. Сонда бәрі ойлады. Сіздерге қандай Бізге Алматы облысы өзі 1 миллион теңге берді. Соның 1 миллион теңгеге бізде машина болғанша 700 мыңға машина алғанбыз. Сына береді сол. 300 мыңға қайырымдылық жасалдық. Біз себебі мерейлі отбасымыз ғой. Көрсеттік соны. балалармен келісіп та? Иә, келісіп. Прям балаларға көрсеттік, қандай қиын жағдайларда адам тұр. Көрсін деп балалар. Ол да жақсы, мейірімділікті көрсін деп, қалай жасауға, қалай адамдардың жағдайы, қалай үлкен кісілерге көмектесу керек. Ана продукты алдық, жақсы. Сонда отбасыларға апардық. Енді республикалық финалда сіздерге қандай орын алдыңыз? Ешқандай, біз бәріміз как будто все победитель болды. Сосын Қызылорда алды, оларға да микроавтобус берді. Ол енді сосын айтамын. Сосын Қызылорда, в общем, Гүлшара қарып отырмыз. Мен ойладым, что бізге береді. Себебі 5 жыл болды ол конкурсқа. Сосын былай болды. Бізге 350 мың теңгеге грамота берді күшті. 350 мың теңгеге техника ал деп анандай сертификат берді. Сол барып келдік. Жақсы әсер етті, күшті концерт болды енді. Но бірақ сондай бізде арман болды. Ондай ақшам жоқ менде, допустим, сатып алуға барып, қолымды жайып жүре алмайым. Не істеймін? Бәр жерге ақырындап жазам. Біздің арманымыз деп былай айтам. Шуламай. Хотя біз мынандай кішкентай микроавтобусқа отырамыз да. Кішкентай бізде бір бар. Сынық. Білмеймін, 90-шы жылғы, 81-ші жылғы. Иә, кішкентай. Сіз көрсеңіз, ана жерге пенек қоямыз, андаймын да. Ондай снимать етпеймін, хайп ұстамаймын, ешкімге жібермеймін. Қайтем, ол менің жұмысым, Сосын білмеймін не істерімді. Балалар өсіп жатыр. Оларды енді Алматыға бару бізге қиындық қатты туғызды. Қатты. Сосын мен осы білмеймін не істейтінімді. Мерейлі отбасыға қатыстық берген жоқ. 1-2 жыл өтті мерейлі отбасынан, уже 20-шы жыл болды. Сосын Амандық Абасышқа бардым, приемына жазылдым. Вот, 1-2 апта болды. И ол кісі айтты, осы семьяға микроавтобус бір табындар деп. Тапсырма берді, да? Тапсырма берді. Енді көреміз, қалай күтем. Балалардың несібесі, меніңше, жақын арада орындалады деп ойлаймын. Мен өте ол кісі четкий кісі ғой. Өте сондай сөзінде тұратын кісі. Мен біздің отбасымызды жақсы біледі. Сол берді тапсырма. Енді күтіп отырмын. Соған ризамын, даже айтқан сөзіне ризамын. Күтейік. Мүмкін монтаж жасап, роликті шығарғанша уже беріп қоятын шығар сіздерге. Иә. Сол жалпы историяңыз қызық, көп адам үлгі алатындай. Бұндай геройларды халық білу керек деп ойлаймын. Бала асырап алғысы келген немесе шешім қабылдай алмай жүрген адамдар болады ғой. Болады. Соларға қысқа қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Бірінші неден бастаған дұрыс? Біріншіден адам түсіну керек. Не үшін ол жасап жатыр? Түсінді, жақсы, ниеті бар, ол да жақсы. Сосын өзіне айту керек, білу керек. Ол ит емес, мысық емес, ол бала. Біріншіден. Ертең алса, керек емес оны сосын беріп стауға. Қайтан отказ жасап өте болады. Көп сондай семья бар. Баланы алып кейін көп. Просто оны ешкім көрсетпейді. Как анти нетпейді. Вообще көп сондай историялар бар. Ондай жағдайда ешқандай айыппұл, бір заң жүзінде ештеңе істемейді? Жоқ, істемейді. Айыппұл ешқандай жоқ. Просто черный списокқа қосады, ондай адамдарға больше бермейді. Енді сіздер баланы алған кезде келісім міндеттері болды ма сіздерде? Қандай? Балалар үйі, сізге балалар үйі баланы беріп жатыр, мемлекет беріп жатыр. Иә. Сіздің алдыңызға қандай да бір талаптар қойды ма? Талаптар бар, иә. Өзіміз договорымыз бар. Сол жерде бәрі жазылады. Жазылып тұр. Құқығын қорғауым керек, анау істеу керек, мынау істеу керек дегендей. Әрқашанда мектепте анау мұғалімдер келеді, қарайды.
тексеріп тұрады. Тексеріп тұрады, опека келеді. Біріншіден балалардан сұрай ма сосын? сұрайды. Мектепте енді контактта болады ғой. Постоянно көреді, қалай келеді бала, таза келе ма, қалай қарны ашып жүр ма, тырнағы алулы ма, шашы дұрыс па дегендей, көңіл күйі қалай дегендей. Әр сыныптың мұғалімі өзінің классный руководителі ғой, сынып жетекшісі. Ол әрқашанда оған қарап жүреді. Сосын опекаға соның бәрін айтады. Сосын орган опеки бізге келеді, мен обязательно отчет тапсырамын оларға. Яғни олар ұнамаса, олар кез келген уақытта баланы алып қояды. Ол уже оңай емес. Белгілі бір жыл бар ма? Мына жылға дейін алып қоя аламыз, одан кейін ары қарай біз жоқ, олай жоқ, бірақ енді человеческий фактор деген бар ғой. Енді балалар бізді ана рет, олар да адамдар ғой. Олар түсінеді, что ол уже біз отбасымыз, что болмай. Ну енді издевательство бірдеңе болып жатса, конечно, олар алып кетеді. Дұрыс қой. Онда енді жоқ. Қазір нақты білмеймін, кезінде Қазақстан балаларын шетелге, әсіресе ақш-қа қарай көп алып кетіп жатты асырап. Жалпы бұған көзқарасыңыз қандай? Көзқарасым, бұландай ситуация болды. Мен бір туысқандарым бала алды. 3 жыл. Олар хотели, кішкентай бала, туылған баланы сразу алуға. 4 жыл күтті сол баланы. Детский домға барады, спонсор сияқты жүреді, 4 жыл жүрді солай. Сосын қыз алғысы келді, бірақ ұл бала болып қалды. Сондай бір баланы жарты жыл алды ол баланы. Сонда үміткерлер келді шетелден. Олар болды үміткер, шетелдің адамдары. Екі адам. Шетелден және олар. Олар да көп күтіп жүр. Бұл жерде таңдауды кім жасайды енді? Енді мемлекет біздің қазақстандықтарға берді. Біздің туысқандарымызға берді. Себебі шетелдің өзіміздің адамдарға берді. Сондай болды. Басымдылық болды. Қазақтың баласы, Қазақстан баласы, Қазақстанда қалу керек деп. Сондай шешім. Оларға баланы алып кеткен, то есть берген дұрыс па, қалай ойлайсың? Немесе бала жетім болсын өскен жақсы ма? Қазір мен ойлаймын, қазақтарда қазір кішкене көзқарасы жетім балаларға басқаша болды. Раньше у нас общество дайын болған жоқ. Бала асырап алуға? Бала асырап. Қазір кішкене қалыптасып жатыр. Жетімдер үйі бізде әлі бар. Мен ойлаймын, ол уже бюрократия, себебі ол да енді ақша ғой. Мен білмеймін, мен онда естідім, ол шын ба шын емес па деп айтайын. Естуім бар, жабылып жатыр балалар үйі, бірақ внегласный, мен естідім, что внегласно бар договоренность, нельзя отдавать больше столько детей деп. Так менің білуімше, мемлекет әр балаға, жетімдер үйіне әр балаға ақша бөліп отырады. Бөлінеді. Демек бала көп болса, ол жерге ақша көп бөлінеді. Вот допустим, недавно бір ситуация болды ғой. Бір жыл бұрын ба, помните, Өскемен жақта, Семей жақта, Өскемен жақта, мен бір новость көрдім, бір жаңалық. Былай болды да, бухгалтер коррупцияда директорды обвинять етті. Бір жаңалық хайп бір дене болды. Жаңа жылда елкада прям айғалап, нетіп, соткаға түсіріп, сол бір таралып кетті. Сонда, если сіз қарасаңыз сол жаңалықты, айтып тұр, мен не помню, 340 балаға, жоқ, 101 балаға 340 адам жұмыс істейді екен. Сонда мен алдым 340, сондай бірдеңені поделила математически. Сонда бір балаға 7 адам единица. Сонда ойлаңызшы, қандай перерасход. Ол дұрыс емес. Нецелесообразно. Сосын ойлаңызшы, жетімдер үйіне ақша бөлінеді. Жетімдер үйіне ремонт, баланста тұрған зданиялары бар, анау бар, мынау бар. Лагерлерге жібереді, еще плюс спонсорлар келеді. А еще қазір барыңызшы жетімдер үйіне. Мен, допустим, захочу как физическое лицо баруға, мен хочу отдать деп бірдеңе барсам, менсінбейді балалар. Оларға балалар менсінбейді, немесе басшылық? Білмеймін. Оларға мынандай керек подарктар. Планшеттер, үлкен уже анандай
ну массовый көп ақша уже беретін үлкен солай керек. Мен білмеймін, мен сондай естуім бар. Мен ойымша Қазақстандағы қоғамның жағдайы былай дұрыс, салыстырмалы түрде дұрыс деген нәрсе ғой. То есть жақсарып келе жатыр деген. Жақсарып келе жатыр, иә. Жақсарып келе. Бізде қазір ол капитализм ғой. Богатый, бедный. Анандай уже мен ойымша капитализм. Біздің Қазақстанда капитализм конкретно. Сразу көресің, кім бай уже, кім средний класс бар, ну, так, қалыптасып жатыр. Сосын балалар үйі. Мен айтатын, допустим, Қазақстанға, мемлекетке біз сияқты отбасы это выгоднее намного. Допустим, біз өз үйіміз Ресейде біз сияқты үй семьяға үй береді, ну, машинасын береді, былай мен сияқты сұрап жүрмейді әкімнен, беріңізші маған. Береді. Ол называется детский дом семейного типа дейді. Ондай нәрсе бізде де бар ғой. У меня дом это детский дом. Мен солай специально ашып алдым, чтобы маған бөлді. Если оларды бы и балалардың льготалары бар. Түсінесіз ба? Балалардың льготалары бар. Но мен өз үйім бар. Почему маған берді? Потому что мен өз үйім бар. Жағдайым нормально, более-менее. Маған бөледі ақша, киімдеріне болды. Еще маған төлейді, как бы, типа как зарплата ретінде жүреді, понимаете? Но это намного выгоднее, чем, допустим, содержать детский дом. Вообще конкретная экономия. Ол экономия, но бір жағынан сіз секілді баланы алуға дайын адам табу уже басқа проблема ғой. Но, видите, мен қалай ойлаймын. Қазір детский деревнялар бар. Білесіз бе? Алматыдағы, Астанадан көрдім. Вот қараңыз. Көп мамашалар қазір мемлекетке келіп жатыр. Тұратын жерлері жоқ. Күйеуі тастап кетті, білмейді не істейтінін. Вот, допустим, сіз айттыңыз ғой, кім биай-групптың бастығы. Мен өте ризамын ол адамдарға. Себебі вот это дом ребенка, дом матери деп ашты ғой. Сондай проект бар. Мен өте ризамын ол бала. Ну, они помогают женщинам, которым там до 30 лет, молодым мамам, оказавшимся в трудной ситуации. Бірақ әйелдерге, которые уже 40-та, оларға ешкім көмектесе алмайды. Бір 3-4 баласы бар, далада қалды ол әйел. Ну, күйеуі қайтыс болды, бірдеңе болып қалды. Сондай әйелдерге можно, допустим, деревня бар ғой сондай. Еще өзінің балаларын ол воспитывать етеді, көтере алады сол. Және қосымша балалар. Еще қосымша балаларды. И сондай, допустим, 10 үй тұрса, ол бар бізде. Күшті болушы еді сондайды. Не, атқарса. Мүмкін дұрыс шығар, иә. Сонда ол өз махаббатын өз балаларына береді. Оны мемлекет те қолдайды. И жақсы болады. Сондай бар ғой, жақсы әйелдер. Бірақ қиын ситуацияда сондай болып қалған. Вот білмейді не істейтін. Сосын келеді да интернатқа береді баласын. Просто бұл жерде... Ну, бұл жерде, опять же, адамның қанағаттан аз. Біздің адамдарымызға бәрі аз. Бұл жерде нәрсе да мен сәл келіспейтін нәрсе. Өйткені бір отбасымен оның үстіне екінші баланы міндеттеп беру деген как-то дұрыс шықпайтын секілді. Өйткені адаптация деген оңай нәрсе емес қой. Оңай емес. Баланы алып, сол үшін тегін үйде тұрғысы келетін шығар мүмкін. Біздің қоғамда бәрі ол дайын емес. Біздің адамдар меркантильно дейді ғой. Меркантильно қарайды. Соға. Маған көбісі бизнеске айналып кеткен. Сондай болып кетеді. Ол маған да, мен ойлаймын, маған да көбісі, может сенбеу, может вначале маған да сенбеді адамдар. Может маған ойлады, что мен ол үшін бизнес, ол маған бизнес, мен ол үшін енді өмір сүрем. Мен даже көбісіне специально айтам, мен 4 жұмыста жұмыс істеймін. Потому что мен күйеуім де жұмыс істейді. Себебі біз өз жағдайымызды жасауымыз керек өз баламызға. Енді оларға ақша бөлінбейді ғой біздің баламызға. Дұрыс қой? Жағдайымыз жасау керек. Допустим, квартплата төлейміз. Вот мен айтайын. 11-ге бөлеп, только сол 7 баланың квартплатасын ғана төлеп береді мемлекет. Түсінесіз бе? Біздің бәріміздің квартплатасын. Тұратын үйлерін сонда.
иә, квартплата допустим, ақша береді ғой, бөледі ғой. Допустим, 11 адам, вот айына 50 мың шықты дейік квартплата. Сол 50 мыңды 11 адамға бөлеміз. Только 7 бала, мемлекет 7 балаға береді маған бөліп. Остальное мен өзім төлеу керекпін, өзім. Түсінесіз ба? Ол менің не, потому что мені никто не заставлял ол балаларды алуға. Өз еркім мен. Ну енді мен мемлекетке үлкен рахмет айтам. Сондай возможность бар, что олар хоть как-то вот көмектеседі, поддержка қылады. Мен өте рахметімді айтам, қатты. Себебі ол болмаса, конечно, қиын болушы еді. Енді соңғы болып жатқан өзгерістер, соңғы бір жылдағы көпбалалы аналарға жасап жатқан жеңілдіктер, содан сізге қандай бір мүмкіндік алып келді? Қандай көмек болды сізге? Маған ешқандай мүмкіндік алып келген жоқ. Себебі мен көп былай өз атыма жазған жоқпын ғой балаларымда. Олар өз тектері, себебі льготалары. Мен, понимаете, мен бірдеңе прежде жасауға, мен бәрін ойлап шығам. Қазір оларды былай істесем, олар ертең квартира алуға мүмкіншіліктері бар қазір. Болмай қалады. Ол болмай қалады, иә. Түсінесіз ба? Мен содан айтатын әйелдерге, бірдеңе прежде чем делать, ойландар, көп ойлану керек. Жолдарын ойлау керек. Балдардың болашағын ойлау керек, жаппау керек. Қазір вот мен тоже бір нәрсеге уайымдап жүрмін. Бізде Қазақстанда заң өзгерту керек. Бір заң бар. Допустим, қазір балаларым тұрады менімен бірге Жамбыл ауданында. Олар сондай бір заң бар. Балаларын тек қана енді сол жерде мен очередьқа тұрдым, как, допустим, дети-сироты, оставшие без попечения родителей. Мен енді олардың құқықтарын қорғаймын заң түрінде. Мен оларға 18-ге дейін квартирасын дұрыстап беруім керек, жүгіруім керек. Көп ата-ана олай жасамайды, опекундер. Дұрыстап беру қалайсында, ол... Қараңыз, былай, үкімет, мен қазір оларды алдым, балаларымды, сразу мен оларды очередьке қойдым. Сразу квартираға, әкімшіліктерге. Олар енді бірінші очередьте тұр, себебі первоочередники социальный, потому что уязвимая, соған нетеді. Но бірақ мен балаларым сондай бар не, что олар может алмайды. Себебі только по месту проживания. Жамбыл, а бізде, допустим, жилье не строится. Или уже 18-ге келгеннен кейін, уже үлкен болғаннан кейін, или Талдықорғанда береді, областной центрда. Сосын мен Амандық басшыға былай айттым, мынандай предложение айттым. Қай жерде стройка болып жатыр, сол жерден бермейсіздер ме деп. Басқа аймақтарда? Басқа аймақта, облыс бойынша. Себебі қашан мен балам құқығы бар, қазір ол 7 жаста да ала алады. 8 жаста да ала алады. Қазір очередьге келіп тұрса, 8 жаста да бере алады оған. Түсінесіз ба? А менің сосын ол оның атына шығара алады, нетеді. Ертең арендаға өткізсем ол квартира, баланың счетіне, по закону, баланың счетіне. Конечно, потому что это преследуется, прокуратура потом меня может... Жасқа толғанша ол ақшаны ала алмайды. Ала алмайды. Сосын зато 18-ге толады, баланың кішкене ақшасы болады өмір сүруге. Ағырай өзі біледі. Конечно, өзі біледі. Ну, конечно, мен енді мама-папасымын, біз ақылымызды айтамыз, нетеміз, көмектесеміз, мебелін жасап береміз, андай-мындай. Сол бәрін ойлау керек. И сонда мен, конечно, заинтересована мен балам қазір уже алу үшін. Кәмелет жасқа толмай тұрып. Уже сосын 18 толады, ол балаға зато он уже несі болады, тұратын үйі болады. И мен уже ойлап жүрмін. Уже мен жүрмін 18-ге келтірмей, күйеуіміз ойлап жүрмін сол бәрін нәрсені. Қалай балаға алып алу керек қазір уже, баланың жағдайын, бала қайда оқу керек, қалай жүру керек дегендей сондай нәрселерді. Түсінесіз ба? Сол. Біздің опекун алсан сен, балаға, сен оның құқығын, не просто құқығын былай емес, біреуден, біреу бәрінен оны қорғау керек балаңды, и не просто қорғау. Бүкіл өмірі сізге байланысты? Конечно, біз оның өмірін көмектесуіміз керек, ертең адам болып кетсін деп.
если ондай возможность бар, мен анада көрдім, детский домнан опекундар бар қыздар, уже 20 жастағы қыздар 18-ге дейін опекундармен тұрған, жағдайы жоқ, жүр, квартирасын ала алмай, өздері очередьқа тұрып, өздері, түсінесіз ба? Оған ешкім жүгірген жоқ оларға, ешкім көмектескен жоқ. Хотя біз жүгіруіміз керек. Өзіміз кім, өзіне алды мойнына. Жағдайын жасап беруіміз керек ол балалар. Бұлай емес, маған бұлай сұрайды еще, қызық адамдар. 18 болады, сосын не? Типа, уже мемлекет ақша нетпейді ғой, сен оларды не істейсің? Я говорю, в смысле, не істеймін? Қалай не істеймін? Ол мен балаларым, қалай не істеймін? Ештеңе істеймін, өзі комнаталары бар. Ертең біз бұлай сөйлегенде бұлай айтамыз. Ертең қай үйге келесіңдер? Келін қай жерге түсіреміз? Осы үйге түсіреміз. Ұзатамыз қай жерге? Осы үйден ұзатамыз. Ертең балалар... Қара шаңырақ. Балалармен қайда келесіңдер, немерелеріңдер? Осы үйде өстіңдер. Бізге келесіңдер. Так что ондай әңгіме жоқ. 18-ге толғаннан кейін мемлекет ақша бермейді, ал сен бізден кетесің деген әңгіме жоқ. Әңгіме жоқ ондай. Просто мен ол бонус сияқты, мемлекеттің ақшасы да ол қатты прям соншама не тұрған жоқ. Но мен өте ризамын, что ондай хоть бар. Қазір өмір қиын. Қазір бәрі қымбат. Нан бәрі қымбат осы өмірде. Енді жалпы бұл нәрсені қаза берсе негізі проблема көп. Заң бізде басқа коррупция деген бар, бізде өте жақсы нәрсе, өте жақсы дамыған нәрсе. Жалпы енді соңғы сұрақ болсын. Жалпы осы жасаған ісіңізге өкінесіз бе? Қандай? Бала алған? Жалпы осы болған нәрселерге өкіну немесе өкінбеу, сол тұрғыдан не айтасыз? Ойланып келсең, осы өмірде ештеңеге өкінбейсің, ойланып жасасан. Енді шаршайсың ба деген сұрақ может бар туындайды. Иә, шаршаймыз күйеуім екеуміз арасында. Ол шаршау да бар. Бірақ шаршаудың да түрі көп қой, рахаттанып шаршаймыз. Реально шаршау. Жоқ, рахаттанып шаршаймыз, арасында реально да шаршаймыз. Себебі біз жұмыс істейміз. Ол біздің жұмыс. Ол бала тәрбиелеу, ол оңай іс емес. Енді көбісі маған айтады, 2 баламен шаршап қалам, 1 баламен шаршап қалам дейді. Именно тәрбие беру ол оңай емес. Мен өкінбейсіз бе деп сұрақ қойдым. Өкінбеймін. Журналист емеспін ғой мен, солай деген ғой. Жаттанды сұрақтарым жоқ та. Сізбен бұл жасап отқан бірінші интервьюім деп айтамын. Рахмет сізге үлкен. Сол балдарыңыз өсіп, әрқайсысы үлкен семья болып, отбасыларыңыз үлкейте берсін, бәрі бақытты болсын. Айтқаныңыз берсін. Сізден қазір сұрап алайын, егер рұқсат берсеңіз, суреттердің, видеоға пайдаланайын монтажға. Жақсы. Ертең сіз немесе балдардың тарапынан реніш болмаса болды, өйткені бала құқығы деген өте күрделі нәрсе екенін білесіз. Жоқ, біз енді танымал отбасы болғаннан кейін ресми түрде көп жерде біздің суретеміз бар. Маған да ресми түрде рұқсат бересіз. Ресми түрде сізге рұқсат беремін. Сол, ең бастысы ауырмаңыздар. Рахмет сіздерге. Бұйырса отбасыңызға барамыз қыдырып. Мен өз бала шағамды апарып көрсеткім келеді. Жақсы, келіңіз, көрсін балаларыңыз. Бізге былай болады, келеді адамдар. Сізде у вас точно 9 детей дома дейді. Сосын көбісі қалжыңдап айтады, осы Біржан мен Алияға жібереміз ғой деп, на перевоспитание. Қараш қандай? И бәрі бізге балаларын жібергісі келеді. Арнай курс ашу керек шығар, тренинг курстар. Ол мен күйеуіме. Мен ол кісіге қатты ризамын, мен ойлаймын, еркек адамға осы өмірде, еркек адамға, еркектер сіздерге бәрілері айтам, еркек адамға бәрі көбісі байланысты. Біздің обществомызда, именно біздің менталитетке қарай, еркек адамға бәрі байланысты. Еркек адам көп нәрсені шешеді. Біз енді неге әйел адам қазіргі таңда қоғамда алып алған қолына? Себебі енді бездействуют многие мужчины.
содан енді жақсы тұрғысы келеді әйел адам неткісі Так, келеді. осы жерден тоқтатайық. Рахмет сұхбатыңызға. Рахмет. Ол да уже